Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз аминдер. Сабақ мақсаттары: аминдердің жіктелуі, номенклатурасы, физикалық қасиеттері, алыну жолдары, химиялық қасиеттері. Аминдер аммиак молекуласындағы бір немесе бірнеше сутегі атомдарын радикалдарға алмастырғанда алынатын азотты органикалық қосылыстарды айтады. Мәселен, қандай түрі болуы мүмкін? Аммиак дегеніміз бізде NH. Яғни бізде үш сутегімен байланысқан азот бізде аммиак дейміз. Олай болса бізде аминдер болуы мүмкін. R, NH2, R, NH, R', немесе R, N, R', R2'. Яғни бұл жерде аминдер осы аммиактағы үш сутекпен азот байланысқан болса, осы амин болу үшін азоттың үш байланысқан сутектің орнына радикалдар келіп қонса, ол аминдер деп аталады. Аминдердің жіктелуі. Аминдер радикал санына қарай біріншілік, екіншілік, үшіншілік болып жіктеледі. Оларға мысал жазайық. Біріншілікке мысал ретінде біз CH3, NH2. Бұл бізде біріншілік. Азотпен бір ғана радикал байланысып тұр. Олай болса, бұл біріншілік амин деп аталады. Біріншілік амин. Бұның аты метил амин. Метил амин болып табылады. Енді екіншілікке қарайтын болсақ, екіншілігіміз бізде CH3, NH, CH3. Бұл екіншілік. Неліктен екіншілік? Себебі азот екі радикалмен байланысқан. Бұл бізде радикалдарымыз метил болса, екі метил бар. Сонда диметил амин. Үшіншілікке CH3, N, CH3, бұл үшіншілік. Бұл триметил амин. Біріншілік. Радикал санына қарай аминдер біріншілік, екіншілік, үшіншілік деп жіктеледі дедік. Біріншілік аминдер бұл жерде азот бір ғана радикалмен байланысты. Мысалға метил амин болады. Екіншілік азот екі радикалмен байланысты. Мысалға диметил амин болады. Үшіншілік азот үш радикалмен байланысты. Бұл үшіншілік аминге триметил амин мысалы болады. Келесі жіктелуі. Радикалдың сипатына қарай. Алифатты, ароматты. Яғни алифатты дегеніміз ашық тізбекті, ароматты ол тұйық тізбекті аминдер болады деген сөз. Алифаттыға біз мысалға CH3, NH2 метил аминді айтсақ болады. Енді ароматтыға тұйықталған тізбекті. Тұйық тізбекті NH2 делік. Бұл бізде анилин. Алифатты ашық тізбектіге бізге метил амин мысалға айтсақ болады. Ароматты немесе тұйық аминге анилинді айта аламыз мысал ретінде. Келесі амин тобының санына қарай бізде аминдер үшке жіктеледі. Моноаминдер, диаминдер, триаминдер. Моноаминге біз мысал ретінде CH3, NH2-ні айта аламыз. Себебі NH2 тобы, амин тобы бір ғана кездесіп тұр. Бір ғана амин тобы болса, бұл моноаминдер. Егер бізге мысалға NH2, CH2, NH2 болса, бұл бізде болады бір диамин метан. Бұл бізде диаминдер.
Енді біз триаминге мысал келтірейік. Триаминге мысалға NH2, SH2, CH2, CH2, NH2 және NH2. Яғни триамин дегенде амин тобының үшеуі кездесу керек. 1, 2, 3. 3 амин тобы бар, значит бұл триаминдерге жатады. Бұл белгіленеді 1, 2, 3 триамин пропан. Енді жіктеуін айтып болдық. Әрі қарай номенклатурасына керек. Мысалға, мына аминнің атын айтайық. Ең бірінші біз ұзын тізбекті анықтаймыз. 1, 2, 3, 4. 4 көміртектен тұрады. Бұл бізде бутан. Радикалды қараймыз. Метил. Метил. Енді бізде көміртектердің негізгі тізбектегі көміртектен нөмірлеуіміз керек. Олай болса, біз амин тобы қай жаққа жақын, сол жақтан бастап нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4. Сонда бізде 2 метил, бутан, амин, 2 келген, 2. 2 метил, бутан, амин, 2. Сонда бірінші негізгі тізбекті анықтайсыз. Негізгі тізбекті анықтау. Екінші, амин тобы қай жаққа жақын, сол жақтан нөмірлеу. Сол жақтан бастап. Амин тобы жақын жерге, жақын жерден нөмірлеу. Үшінші, радикалдың орнын анықтау. Радикалдың орнын анықтау. И соңында біз осы қосылыстың атын айтамыз. Қарапайым. Енді сіздерге аминдердің аты беріліп, оның формуласын құр десе. Мысалы, 1,1 диметил этан амин 1 дейді. Бізде негізгі тізбек сонда этан болу керек. 1, 2. Біріншіге мысалға бізге амин тобы біріншіде тұр деп айтып тұр. Олай болса, NH2 делік. Және радикалымызда 1-де тұр дейді. Олай болса, 1, 2. Себебі диметил деп тұр. CH3, CH3. Әрі қарай мұнда CH3 болады. Сонда бізде 1,1 диметил этан аминнің формуласы мына түрдегі келеді. Келесі 2 метил пропан амин 1 дейді. Сонда бізге негізгі тізбек 3 көміртектен тұрады. 1, 2, 3. Амин тобы біріншіде. Сонда NH2 делік. 2 метил дейді. 1, 2, 3 деп нөмірлейтін болсақ, сонда мұнда метил келеді. Енді қалғандарын сөйтекпен толтырайық. H2, H3. 2 метил пропан амин 1-дің формуласы мынандай формада болады екен. Енді физикалық қасиеттері. Қарапайым алифатты аминдер, яғни метиламин, этиламин, диметиламин дегендер, олар газ тәрізді заттар. Суда жақсы ериді, иістері аммиактың иісіне ұқсас. Ортаңғы аминдер сұйық заттар, олардың иістері балықтың иісін иіске түсіреді. Құрамында көміртек атомы көп аминдер иіссіз қатты заттар. Көміртек тізбегіндегі көміртектің саны артқан сайын суда ергіштігі төмендейді. Енді ароматты аминге келетін болсақ, оның негізгі өкілі анилин. Анилин өзіне тән иісі бар, түссіз майлы сұйықтық. Органикалық еріткіштерде жақсы ериді. Анилинді дәрі-дәрмектер, қопарылғыш заттар, анилинді бояулар, антитотықтырғыштар алуда алғашқы өнім болып табылады. Яғни осындай салада қолданады деген сөз. Енді алыну жолына келетін болсақ, ең бірінші
алынады Зинин реакциясы бойынша. Яғни Зинин реакциясы екі түрлі жағдайды қарастырамыз. Нитро қосылыстарды гидрлеу және нитро қосылыстарды күкірт сутекпен тотықсыздандыру. Яғни А жағдайы дейікті. Біз жаза аламыз CH3NO2. Яғни бізде нитрометанды сутекпен гидрлесек, яғни тотықсыздандырсақ, никельдің қатысында катализатор бізде пайда болады CH3 NH2 плюс су теңестірейік. Сутек 2 5, мұнда 2-ден қойсақ, мұнда 3-ден қойсақ, реакция тең болады. Бұл нитро қосылыстарды гидрлеу реакциясы. Енді екінші реакциясы бар. Нитро қосылыстарды, мысалға, нитробензолды біз H2S арқылы тотықсыздандырсақ, нәтижесінде бізде пайда болады C6H5NH2 анилин және күкірт плюс су теңестіретін болсақ, біз қоямыз мұнда 2, 4, 9, 1, мұнда 3, мұнда 3-тен. Сонда реакция тең. Сонда Зинин реакциясы ең бірінші нитро қосылыстарды гидрлеу арқылы аминдер алатын болдық. Және екіншісі нитро қосылыстарды күкірт сутегі арқылы тотықсыздандыру арқылы біз аминдерді алдық. Келесі алыну жолы көгерткіш қышқылын тотықсыздандыру. Яғни бұл жерде біз көгерткіш қышқылын жазамыз. Бұны біз гидрлейміз. Никель. Қатысында бізде пайда болады CH3 NH2. Бесеу екеселесі реакция тең болады. Енді келесі алу жолы спирттерді аммиакпен әрекеттестіру арқылы алу. Спиртке мысалға метанолды қарастырайық. Спиртті аммиакпен әрекеттестірсек, бізде пайда болады CH3 NH2 және су. Келесі галоген алкандарды аммиакпен әрекеттестіру. Яғни бізде мысалға алсақ C2H5 хлор, яғни хлоретанды аммиакпен әрекеттестірсек, бізде пайда болады C2H5 NH2 плюс H хлор. Яғни хлор этанды аммиакпен әрекеттестіру нәтижесінде бізде этил амин және H хлор пайда болды. Жалпылама аминдерді алудың осындай 4 жолын, 4 әдісін қарастырсақ болады екен. Келесі ары қарай аминдердің химиялық қасиеттері. Ең бірінші қасиеті ол аманилі қосылыстар алу. Яғни су қосу арқылы біз аманилі қосылысын аламыз. Мысалға, ең бірінші CH3 NH2. Бұған су қоссақ HOH. Нәтижесінде бізде мынандай қосылыс пайда болады. Сутек, біз білетін едік, аммиакқа сутек, аммиак мысалы протон қосып алып, сутек қосып алып, аммоний тұзына айналады. Дәл осындай жағдай аманилі қосылыстар алуда жүреді. Яғни бізде пайда болады CH3 NH3 және OH. Бұл бізде метил радикалымыз. Метил NH3 ол аммоний. OH болса бізде гидроксиді дейтін едік. Сонда метил аммоний гидроксиді, аммоний қосылысы алынды. Енді келесі қышқылдармен әрекеттесуі. Бұл аммиакқа ұқсас тән қасиеттері аммиакқа ұқсайтын болса, значит аминдердің қасиеті негізді қасиет. Негізді қасиет болса, олар қышқылдармен әрекеттеседі деген сөз. Олай болса, біз мысал үшін жазайық. CH3 CH2 NH2 плюс H хлор. Мысалға CH3 CH2 NH3 хлор. Бізде бұл жазаламыз, айтамыз, яғни этил радикалы бар, этил аммоний хлориді.
Келесі алкил деу реакциясы. Мысалға біз ароматты аминді С6H5NH2 анилинді біз моногалоген алкамия әрекеттестірсек, мысалға хлор метанмен, нәтижесінде бізде пайда болады С6H5NH CH3 плюс H хлор. Яғни NH2-дегі бір сутектің орнына радикал келіп қонды деген сөз. Бір сутектің орнына метил радикалы келіп қонды. Нәтижесінде бізде осындай қосылыс пайда болды. Келесі бізде анилиннің бромдану реакциясы. Анилин жазайық. Анилинді NH2 бромдайтын болсақ, бром суы арқылы өткізсек, нәтижесінде бізде пайда болады келесі тұнба. NH2 бром бұл тұнба, ақ тұнба плюс H бром. Үшеселейміз. Реакция тең. Бізде пайда болған тұнбаның аты 2, 4, 6, 3 бром анилин. Бұл бізде сапалық реакция болып табылады. Келесі қасиеті ол сульфурлеу. Яғни бұл жерде біз күкірт қышқылын қолданамыз. Бұл жерде де анилинге күкірт қышқылы арқылы әсер ететін болсақ, анилинді күкірт қышқылын біз HO, SO3, H деп қарастырдық. Нәтижесінде бізде пайда болады сульфанил қышқылдар, яғни қышқылдар пайда болады. Бізде NH2, SO3H және плюс су шығады. Ал бізде сульфанил қышқылы. Сульфанил қышқылы пайда болды. Реакция тең. Соңғы химиялық қасиеті ол жану реакциясы. Мысалға CH3, NH2 метил аминді оттек қатысында жақсақ, бізде CO2 плюс H2O плюс N2 пайда болады. Енді теңестіретін болсақ, мұнда 4 еселейік, мұнда 4 еселейсіз, 10, мұнда бізде 2, мұнда 9 болады. Реакция тең болды деген сөз. Енді химиялық қасиеті бітті, ары қарай бекіту тапсырмасы. 61-де 5 грамм нитробензолды тотықстандырғанда 46 грамм анилин алынған. Түзілген өнімнің шығымын анықта дейді. Яғни ең бірінші біз нитробензолды анилинге айналдырайық. Нитробензолымыз NO2, оны біз сутек арқылы тотықстандырсақ болады. Нәтижесінде бізде пайда болады анилин және су. 2 еселедік, 3 еселейтін едік. Сонда біз бұны былайша жазсақ, С6H5NO2 қосылған 3H2 катализатор никель С6H5NH2 плюс 2 су. Енді есептің шарты бойынша шарттарын қойып есеп шығарайық. 61-де 5 грамм нитробензол. Нитробензолдың малярлық массасы бұл 123 грамм. Бізге анилиннің 46 грамм анилин шыққан практикалық массасы. Бізге керек теоретический масса табу керек. Сол себепті x грамм дейміз. Бұның малярлық массасы 93. Осы арқылы пропорция құрамыз, x табамыз. 61-де 5-ті 93-ке көйтіп, 123-ке бөлсек, x-іміз тең болады бізде 46-да 5 граммға. Бұл теориялық масса, теоретический. Яғни бұл 100% масса. Бізде ары қарай шығаруымыз керек. Шығымды анықтау үшін біз масса практикалықты бөлесіз масса теориялыққа. Көйтесіз 100%-ға.
осындай формуланы қолданып біз шыққан, яғни практический массамыз 46 грамм, теориялық массам 46-та 5 грамм, көбейтесін 100%, сонда бізде шығады 98-де 9%. Шығын бізде жауабымыз 98-де 9% шыққан деген сөз. Келесі. 2,8 литр метил аминді жағуға жұмсалған ауаның қалып жағдайда көлемін анықтаңдар, есептеңдер. Ауадағы оттегінің үлесі 21%. Сонда метил аминді жақтық жаға бізде жану реакциясын жазған кезде сол реакция бар еді. Сонда метил аминіміз CH3NH2, 4 еселедік қателеспесек, 9O2 және 4CO2, 10 су плюс 2 N2 деген едік. Реакция тең. Енді ары қарай есептің шартына байланысты есепті шығарайық. 2,8 литр метил амин. 2,8 литр бізге X литр дейді. 9 көбейтілген 22-де 4 литр. 4 көбейтілген 22-де 4 литр. Енді X-ті анықтайық. X-ті анықтау үшін 22-де 4-те 22-де 4 қысқарады. Қысқартамыз. Қалады. Сонда бізде 2,8-ді көбейтеміз 9-ға, бөлеміз 4-ке. Сонда бізде шығады 6-та 3 литр. Бұл бізде оттектің көлемі. Ал айтады, оттегін үлесі 21% дейді. Ауанікі керек бізге. Олай болса 100% тауымыз керек. 6-та 3 литр ол оттегін 21% болса, бізге қажет ауаның көлемі анықтау үшін 100% анықтауымыз керек. Сонда 6-та 3-ті 100-ге көбейтіп, 21-ге бөлеміз. Сонда бізде шығады 30 литр. Жауабы бізде қажетті ауаның көлемі ол 30 литр екен. Мынау сіздерге үй жұмысы. Үй жұмысын орындайсыздар. Қатемен жұмыс жасаймыз келесі сабақтарда. Дайындалыңыздар. Сау болыңыздар.